Әдебиеттік оқу. Біздің қарлығаш. Шығарманың авторы Зура Мирханова. Оқу мақсаты: өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Қарлығаш қандай құс? Тыңда. Қарлығаш әнші торғайлар тобының тұқымдасы. Қарлығаштың тұмсығы қысқа болады. Тұмсығының түбі кең, езулерінің арасы алшақ. Ал қанаттары жіңішке әрі ұзын болады. Дене бітімі ерекше сымбатты, әдемі құс. Бірақ саусақтары қысқа, әрі әлсіз. Сондықтан да ол қарлығаш жерде жүре алмайды. Еш уақытта жерде жүрмейді. Ол көбіне жіңішке сымдарға қонады, жіңішке бұтақты ағаштарға қонады. Ал жерге қона алмайды. Өйткені жаңағы айтқанымыздай, оның саусақтары қысқа әрі әлсіз, жерде жүруге ебедейсіз. Қарлығаш өте жақсы ұшады, жылдам ұшады. Тіршілігінің көбін ауада ұшып жүріп өткізеді. Ол тіпті су үстінен ұшып бара жатып ақ су іше береді. Ұшып жүріп қорегін ұстап жейді. Дауысы онша қатты емес. Қарлығаш өзінің ұясын саз балшықтан жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, жағалаудағы жарға, үй ішіне, кейде ағаш басына да салады. Оның ұясы саз балшықтан шөп араластырып жасалады. Ұясы бір ыдысқа ұқсайды. Ал балапандары қызыл шақа болып туады. Балапандарын аяғын құлап қалмас үшін қылмен матап байлап қояды. Ол көбінесе жәндіктерді ұстап жейді. Ашық күндері биіктеп ұшады. Ал ауа райы жауын шашынды болатын болса, жер бауырлап ұшады, яғни жерге жақындап ұшады. Аталарымыз айтқан, егер де қарлығаш жер бауырлап, жерге жақындап ұшатын болса, онда жаңбыр жауады екен. Сондықтан да қарлығаштың ұшу ерекшелігіне қарап, ауа райының өзгерісін алдын ала болжауға болады. Сұр қарлығаш сағатына 170 км жылдамдықта ұшады екен. Міне, бұл біздің қарлығаш. Суретке назар аударсаң, қарлығаштың тағы бір ерекшелігін байқайсың. Ол өзінің сымбатты сұлулығымен қатар, оның құйрығы екі айыр болып келеді. Кішкентай, үсті жылтыр, бауыры ақ, қанаты қап-қара осындай құстарды көрсең, қарлығаш екенін біле жүр. Қарлығаш адамның досы. Тыңда. Зура Мирханова, біздің қарлығаш. Біздің пәтер 3-ші қабатта. Осымен 3-ші жыл бізді дос көріп, қарлығаш ұясы алып жүр. Ұясы пәтерге кіреберіс есіктің маңдайшасындағы электр шамының үстінде. Ол ұясына кіруін кірсе де, далаға шыға алмай, баспалдақтың жоғарғы жағында сусылдап ұшатын. Біз 3-ші қабаттың терезесін ашып қойдық. Енді қарлығаш ұясына ашық терезе арқылы қатынайтын болды. Есік алды саңғырықпен қаншама былғанса да, Есімбек пен Маржан еш ренжіместен күнделікті тазалаудан жалыққан емес. Бір күні өте нәзік дауыс шиқ-шиқ етеді. Сарауыз балапандардың дауысы ғой. Дамылсыз тамақ тасыған анасын көріп мәз-майрам. Біз де мәзбіз. Енді сұрақтарға жауап бер. Сұраққа жауап берерде тірек сөздерді пайдалан. Қарлығаш, сусылдап, бізді дос көріп, терезені ашып, құстың саңғырығы, сарауыз балапандар, мәз-мейрам болу. Түсінік беріп кетейін.
Сусылдап деген өте жылдам ұшып деген мағынаны береді. Құстың саңғырығы дегеніміз ол құстың зат алмасу кезеңінде сыртқа шығарылған артық зат. Сарауыз балапандар дегеніміз ол жаңадан жұмыртқадан шыққан балапандарды айтады. Мәз-мейрам болу, көңілдену, шаттану деген мағынаны береді. Енді әрбір сұраққа жауап берерде әңгімелеп жауап беруіңді сұраймын. Қарлығаш ұясын қайда салған? Балалар қарлығашқа қандай көмек берді? Ұяда нелер бар? Балалардың игі ісіне қалай қарайсың? Өзің құстарға қамқорлық жасап көрдің бе? Сұрақтарға жауап берерде тірек сөздерді пайдаланып, дәптеріңе мұқият жаз. Мәтінді 4-5 рет қайталап оқы.